Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай көкөністермен араластырып жасалған котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Рецептіні лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Болгар бұрышымызды уақтап турап аламыз. Сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Мінекей, мынандай үкіштен өткіземіз ірісінен. Енді картопты өткізем үкіштен. Пиязымызды турайын. Оны да осы үкіштен өткіземін. Пиязды да үкіштен өткіземін. Туралған болгар бұрышымызды саламыз. Сарымсағымызды саламыз. Енді балғандай қатырылған көк шөптерімізді салам. Ақ желкен. Мынау балғандай қатырылған ас көк. Өздеріңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қосуға болады, ал менде кориандр. Ұнтақталған қара бұрыш, тұз. Өздеріңіздің қалауларыңызда қосымша қосуға болады. Шымыртқа. Енді фаршымызды саламыз. Енді жақсылап араластырып, мынандай табаға котлет жасап аламын. Енді котлетімді осылай ұнға немесе нан ұнтағы, кепкен нан ұнтағына аунатып аламын. Артық ұндары болса үстіп түсіріп. Қуырамын енді. Майым да қызып қалды. Енді жайлап сала беремін. Осылай екі жағын аударып отырып пісіріп аламыз. Қағазымызды міндетті түрде суға жуып аламыз. Пергамент қағазымызға саламыз. Противенімізді осылай орналастырамыз. Мінекей қуырып алдым. Енді қызған пешке 30 минутқа қоямын. Алдымен болгар бұрышымды турайым. Қызанағымызды турайым. Қызыл ащы бұрышымызды турайым. Қара бұрыш салам, тұз салам, қант салам, сумақ қосамыз. Енді блендерден өткізіп аламыз. Енді соусымызға сарымсағымызды саламыз. Соусымды дайынатсын сақия. Котлетім пісті. Енді ыдысыма салып аламын.
бетіне шоқалап пиязымды турап саламын. Бетіне аздап тұз турап жіберіп, салып жіберіп, маринадтап алуымызға болады. Маринадталған жуамызды бетіне себеміз. Уксус қосуға болады, бірақ мен уксусты қолданбаймын. Балалар болғандықтан. Көк жуан себеміз. Тайын. Астарыңыз дәмді болсын. Соусum. Енді бұны мен андай суға піскен картоп үстіне сары май салынған картоппен ұсынамын. Сары май салуға болады үстіне, немесе зәйтүн майын құйса да болады. Осылай ұсынамын. Арасы барлығы піскен котлетіміздің.